Егер қыз балаға суық жігіттер, яғни эмоциясын білдірмейтін, жақсы көрем деп айта алмайтын, гүл бермейтін, мүлдем ғашықтық сезімін көрсете алмайтын, әдемі SMS жазбайтын ер адамдар жолыға берсе, бұл әйел адамның паттерні, яғни белгілі бір сценарийде жүргендігін білдіреді. Негізі ер адам суықта бола алады, еркелете алатын, махаббатқа сараң емес, сондай эмоционалды ашық та болады. Бұл жерде қыз баланың, яғни әйелдің ішіндегі сезімдері бала күндегі тәжірибеден бастау алады. Егер бала күнде қыз баланың эмоциялары еленбесе, оның эмоциялық қандай да бір өтініштеріне, қажеттіліктеріне суық түрде жауап берген болса, оның үйіндегі ересек адамдар, онда бұл қыз махаббат, бұл күрес, махаббатты надо заслуживать деген сияқты сеніммен өседі. Мұндай сенімдегі қыз балалар әдетте қандай жігітке тап болса да, оның сезімін, оның ғашықтық сезімін алу үшін, оның еркелеткенін алу үшін күресуім керек деп ойлайды. Сондықтан, егер сіздің қарым-қатынаста белгілі бір типтегі ер адамдар жолыға берсе, онда сізге міндетті түрде ішкі сезімдеріңізбен, паттернмен, сценариймен, бейсанадағы программалармен жұмыс жасау керек. Қыздар, бұл өмірде барлық нәрсені өзгертуге болады. Тек уақытылы жұмыс жасауды бастап кету керек.